Сәлем достар, бүгін біз екінші сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз не үйренеміз? Бүгін біз осындай квадрат пішінді следыйдың бір бөлшегін тоқып үйренетін боламыз. Бір следыйға бізге 12 осындай квадрат кетеді. Ал бастайық. Алдыңғы сабақ біз петля тоқып үйренген болатын. Енді бізге бұны бастау үшін кольцо жасап алу керек. Міне сары түсті байқасаңыз, осылай кольцо болып тұр. Оны жасау үшін бізге бастапқы 6 петляны тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді біз осыны кольцо етіп осылайынан жинауымыз қажет. Ал ол үшін біз ең бастапқы бірінші петляға крючокты кіргізе отырып, сол кіргізген петлямызбен мына петляны екеуін біріктіреміз. Қалай біріктіреміз? Біріктіру үшін біз петля тоққанда крючокты жіптің астынан өткізіп, 2 петлядан 1 петля шығарамыз. Сол кезде бізде осындай кольцо шығатын болады. Міне, біз кольцо жасап алдық. Енді біз бірінші қатарды тоқимыз. Бірінші қатар бізде столбик с одним накидом. Әр қатарды біз тоққан кезде міндетті түрде оны көтеруіміз керек воздушный петлялармен. Егер без накида болатын болса, ол кезде тек бір ғана воздушный петля тоқимыз. Ал егер бізде с одним накидом болатын болса, ол кезде 3 воздушный петля тоқимыз. Бізде с одним накидом болғандықтан мен 3 воздушный петля тоқып жоғары қарай көтерілемін. Міне 1, 2, 3. Осы 3 воздушный петляны тоқып болған соң, мен келесі с одним накидыма кірсемін. Мынау бізде уже бір столбик болып саналады. Енді келесі столбикті тоқу үшін, мысалы біз петля тоққан кезде осылайынан алып кете беретін едік қой. Ал бұл жерде біз крючокқа бір қосымша жіпті іліп аламыз. Жіптің астынан өте отырып, осыны іле отырып, осы мына кольцо бар ғой, үлкен кольцоның ішіне кіретін боламыз. Кіріп, одан бір петля алып шығамыз. Ішіне кіре отырып, бір петля алып шығамыз. Сол кезде бізде осындай 3 петля шығады. Осы 3 петляны біз біріктіруіміз керек. Ол үшін біз бастапқы екеуін біріктіреміз, мына екеуін біріктіретін боламыз. Одан кейін осыдан шыққан петлямен бірінші петляны біріктіреміз. Міне, екеуін біріктірдім. Екеу болды менде. Осы екеуден және осылайынан тағы бір петля өткізетін боламын. Сол кезде бізде 3 петлямыз бірігіп, столбик шықты. Міне, менде уже 2 столбик. Дәл осындай столбиктің тағы 10-ауын тоқып, общий 12-ге жеткіземіз. Тағы ілдім, кольцоға кірдім, шығардым, екеуіне кірдім, тағы екеуін біріктіремін. Міне, 3-ші столбигім дайын. Ілемін, кольцоға кіремін, алып шығып, мына екеуінен бір петля, мына екеуінен бір петля өткіземін. Сол кезде менде 4 болды. Тағы ілемін, кольцоға кіріп, шығарып, 3 петля болады. 3 петляны біріктіремін. 1, 2. Ілемін. Міне 12 болып шықты менде. Осыны енді осы қатарды мен бір-біріне біріктіруім керек, қосуым керек. Бір қатар жасауым керек. Ол үшін мен воздушный петля тоқтық қой бастапқыда, үшеуін. Соның ең жоғарғысына кіргіземін крючокты. И осы 2 петлядан бір петля шығарамын. Міне, сол кезде менде осылайынан кольцо шықты. Міне. Енді екінші қатарды тоқимыз. Екінші қатарды тоқу үшін тағы воздушный петлялар тоқитын боламыз. Ал менде сарыдан кейін басқа түс болғандықтан мен рабочий жіпті ауыстыратын боламын. Ал ол жіпті қалай біріктіреміз, көрсететін боламын. Міне,
Воздушный петляларды біріктіріп болғаннан кейін, міне осы жерде осылайынан бір дырочка шығады. Осы дырочкаға кіріп, көк жіпті іліп, осы дыркадан көк жіпті алып шығамын. Міне. Енді, мен дұрыс алмадым. Жіпті жеткілікті мөлшерде қалдырам, сөйткен біз бұның барлығын байлап, соңында кіргізетін, жасыратын боламыз. Міне, көк жіп менде уже рабочий болды, сарының қажеті жоқ. Оны қайшымен кесіп тастасақ та болады, егер кедергі жасайтын болса. Міне, көк жіпті шығарып алдым. Енді осымен тоқитын боламын. Екінші қатарды бастау үшін тағы воздушный петля тоқимын, үшеуін. 1, 2, 3. Енді менде уже ол бір столбик есебінде саналады. Міне, егер мына жерде байқасаңыз, мен бір тесіктен 6 петля шығарғанмын. Мына оң жағында 3, сол жағында 3. Мен мына осы петляға 6 столбик тоқуым керек. Мен біріншісін тоқып қойдым. Ол воздушный петляларымыз біздің. Екіншісін дәл солай бірінші қатарды қалай тоқыдық, солай тоқимыз, бірақ 6-ауын бір тесікке біріктіреміз. Крючокқа бір накид ілдім. Енді осы накидті осы дырочкаға кіргізіп, шығарып, міне, осылай, дәл осы көк шыққан жерге кіргіздім. Одан шығардым. Кіргізіп, шығардым. Және осылайынан 2 біріктірдім. Тағы 2-ін біріктірем. Тағы кіргізіп, 2-інен шығарамыз. 2-інен біріктіреміз. Осылайынан 6-ауын тоқимын. 4, 5, 6. Міне, 6-ауын тоқып болғаннан соң, тағы бірінші қатардан 3 столбик қалдырамын. 1, 2, 3 столбик біткен жерге мен крючокты енгіземін. Көк жіптен алып шығамын. Міне, 3-ін қалдырдым. 1, 2, 3. 3-інен кейінгі тесікке осы крючокты кіргізіп, осылайынан тағы бір сәднем накидам тоқимын. 6-ау бол керек бұл жерде де. Барлығы бір дыркадан шығады. 2, 3, 4, 5, 6. Тағы 3-ін жібереміз. 1, 2, 3. 3-тен кейінгі дыркаға кіріп, осылайынан тағы 6 столбик тоқимыз. Осы екінші қатарды тоқып болған соң, мен тағы біріктіруім керек. Осы жерде мен воздушный петляның ең бірінші тұрғанына кіргізіп, осы 2-ін біріктіремін. Міне, біріктірдім. Екінші қатар аяқталды. Енді мен көк жіпті 6 столбиктің дәл ортасына апаруым керек. Яғни 3 рет жүріп шығамын. Бір рет мен біріктірдім. Екінші столбикке кіремін. Соны біріктіремін. Үшінші столбикке кіріп, тағы біріктіремін. Болды. Мен міне ортасына жеттім. Енді осы сол жағында 3 столбик, оң жағында 3 столбик қалдыра отырып, осы ортасына крючокты кіргіземін. Енді мен тағы жіп ауыстырамын. Әр қатарда ол жіпті қосу үшін тағы жаңадағындай
әдісті қолданамыз. Жіпті аламыз, осылайынан күрт жаққа ілеміз. Осылайынан шығарамыз. И мынадан да бірге шығарып жереміз. Міне, ортасында тұр. Үшеу солда, үшеу оңда. Енді дәл осы 6 столбиктің үстіне тағы 6 столбик тоқитын боламын. Тек бұл жерде әрқайсының үстіне емес, жеке-жекеден, ал дәл қақ ортасына тоқитын боламын. Ал қатарды бастау үшін мен тағы да 3 петля, воздушный петлямен көтерілуім қажет. 1, 2, 3. Бұл бір столбикке саналады уже. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Алтауын тоққаннан кейін мен екінші қатарда алтылықтар тұрған қақ ортасына мен 3 столбик тоқуым керек. 1, 2, 3. Міне, 3 столбик. Міне, 6-ның үстіне 6, одан кейін 2 6-ның ортасына 3. Енді мына 6-ның қақ ортасына тағы да кіремін. Дәл осылайынан қайталана береді. Кіремін, осы жерге де 6 столбик тоқитын боламын. 2, 3, 4, 5, 6. Бұл жерде түстерін өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай таңдай берсеңіздер болады. Менде өзімнің бар жіптерімді алдым. Мен көбінде бұл следыларды остаток жіптерін, қалдық жіптерден тоқитын боламын. Жаңағы нымша бар болсын, басқа дүниелерден артылған заттарды осыған осылайынан қолданып жүремін. Түстерді просто бұл жерде үйлестіре білу керек. Мен осылайынан жасадым. И осы үшінші қатарым осындай салатовый түстен кетеді. Келесі қатар менде тоқ жасыл болады. Міне, 2 алтылықтың ортасына 3 столбик тоқимын. Енді тағы ортасына кіре отырып, тағы 6-ын тоқимын. Міне, үшінші қатарды да аяқтадым. Оны біріктіремін. Енді жіпті ауыстырамын. Жасыл түске жіпті аламын. Осылайынан алып, міне, жасыл жіп шықты. Енді тағы осыны қайталаймыз. Үшінші қатарда не жасадық, соны қайталаймыз. Тек бізде бір айырмашылығы, мысалы, үшінші қатарда бір ғана үштік столбик болатын болса, төртінші қатарда 2 үштік болады. Ал 5-ші қатарда 3 үштік болады. Тағы бұл әйелдерге арналған размері 36-дан 35-тен 38-ші размерге дейін кетеді. Ал одан үлкенірек болатын болса, тағы бір қатар қосамыз. Ерлерге тоққан кезде бізде әйелдерде 5, еркектерде 6 қатар болады көбінде. Сондықтан егер тағы 6-шы қатар тоқитын болсақ, ол кезде 3-тен 4-еу болады. Әр, мысалы, ортасындағы шыққан бөліктердің барлығына тоқи береміз. Міне, қазір көрсетемін. Мына алтылықтың үстіне 6 столбик тоқимыз. Міне, 6 болды. Енді мына үштіктің екі жағынан тағы мұнда үштік, 3 столбик, мұнда 3 столбик тоқитын боламыз. 1,
2, 3. Мұнда да үшеуін тоқитын боламыз. Осылайынан жалғасып, міне 2, 3-тік шықты. Осылайынан қатарды аяқтаймыз. 4-ші қатарды аяқтап қалдым. Біріктіремін. Жіпті ауыстырамын қызылға. Дәл осылай 5-ші қатарды да тоқып шығатын боламын. Мен соңғы қатарды аяқтап қалдым. Міне, соңғысында дәл солайынан аяқтаймын. Бірінші воздушный петляға кіріп, осы екеуін біріктіремін. Міне, осымен аяқталды. Менің 5-ші қатарым. Енді жіптерді біріктіретін боламыз. Осылайынан біраз жіп қалдырып, оны шығарып, тартамыз жақсылап, шығып кетпес үшін. Қалған жіптерді осы шамасында қырқамыз осылайынан. Енді біз мықтап байлайтын боламыз. Бір-біріне байлаймыз осылайынан. 2 реттен 1 рет байласақ шығып кетеді. Сондықтан 2 рет байлап шығамыз. Осылайынан байлаймыз. Мына жіптерді қызылды қызылға осылайынан кіргізіп бекітіп көрсетпей тастасақ та болады. Осылайынан жасырып тастаймыз. Мінекей, біздің бір пішін дайын. Осылайынан осындайдан бізге 12-сі қажет болады. 4 штугін бір түсті осындай көк немесе қара, сұр түстерден тоқсақ болады. Өйткені біз оны астыңғы бөлігіне жіберетін боламыз. Астыңғы бөлік темный түстен болған дұрыс, ал үстін осындайынан түрлі түстіден жасаймыз. Істеп көріңіздер. Жазылуды ұмытпаңыздар.